Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы редуцирленбейтін қанттар. Зертханалық жұмыс нөмірі 1. Редуцирленетін және редуцирленбейтін қанттардың тотықсыздандыру қабілетін зерттеу. Сабақтың мақсаты редуцирленетін және редуцирленбейтін қанттарды анықтау. Екінші, редуцирленетін және редуцирленбейтін қанттардың тотықсызданатын қабілетін анықтау. Дәптерімізді ашамыз. Зертханалық жұмыс нөмірі 1. Редуцирленетін және редуцирленбейтін қанттардың тотықсыздандыру қабілетін зерттеу. Және оқулығымыздың 22-ші бетін ашып қоямыз. Зертханалық жұмыстың мақсаты редуцирленетін және редуцирленбейтін қанттарды анықтай білу. Редуцирленетін және редуцирленбейтін қанттардың тотықсызданатын қабілетін анықтау. Бірінші тәжірибе. Редуцирленетін қанттарға Бенедикт реакциясы. Алдарыңызда кесте берілген, дәптерімізге сызып аламыз. Мұнда жұмыстың реті, байқалатын нәтиже және түсініктеме көрсетілген. Бұл тәжірибеде глюкоза менен Бенедикт ерітіндісінің реакциясын бақылайтын боласыз. Назарымызды бейнероликке аударамыз, содан кейін кестені толтыратын боласыз. Глюкоза проявляет свойства многоатомных спиртов и альдегидов, так как молекула глюкозы содержит и гидроксильные, и альдегидные группы. В пробирке раствор глюкозы. Добавим немного раствора медного купороса. И раствор щелочи. Добавим еще немного глюкозы. Сульфат меди и щелочь образуют нерастворимый в воде гидроксид меди-2. Однако осадка не образовалась. Глюкоза растворяет гидроксид меди. Глюкоза ведет себя как многоатомный спирт. При нагревании глюкоза восстанавливает медь до одновалентной. Сначала образуется желтый осадок гидроксида меди одновалентной, который превращается в красный осадок оксида меди одновалентной. Глюкоза при этом окисляется до глюконовой кислоты. Восстановительные свойства присущи альдегидам. Кестені толтыра қоямыз. 1 минут уақыт беріледі. Екінші тәжірибе. Редуцирленбейтін қанттарға Бенедикт реакциясы. Мұнда сахарозының Бенедикт реагентімен әсерлесуін байқайсыз. Назарымызды тағы да бейнероликке аударамыз, содан кейін кестені толтыратын боламыз. Покажем, что в присутствии кислот происходит гидролиз сахарозы. При гидролизе сахарозы образуются глюкоза и фруктоза. К раствору сахарозы приливаем раствор серной кислоты. Чтобы увеличить скорость гидролиза, нагреваем раствор. Видимых изменений не произошло, однако в стакане уже не сахароза, а продукты ее гидролиза, фруктоза и глюкоза. Если это так, мы сможем обнаружить глюкозу с помощью качественной реакции на глюкозу. Немного охладим раствор и отберем пробу в пробирку. Добавляем раствор щелочи. Затем
Раствор сульфата двухвалентной меди. Ярко-синее окрашивание говорит о появлении сахарата двухвалентной меди. Содержит ли это соединение альдегидную группу? Нагреем раствор. Выпадает красный осадок оксида одновалентной меди. Мы убедились в том, что при кислотном гидролизе сахарозы образуется глюкоза. Жаңағы көрген тәжірибеміз бойынша кестені толтыра қоямыз. 1 минут уақыт беріледі. Үшінші тәжірибе йодпен реакция. Мұнда крахмал ерітіндісіне йод тамызып байқайтын боламыз. Тәжірибеге көңіл аударайық. Разбавленному раствору йода приливаем раствор крахмала. Появляется синее окрашивание. Енді жұмыстың қорытындысын жаза қояйық. Енді балалар зертханалық жұмыстың ішіндегі тапсырмаларды орындаймыз. Нөмірі 1-ші тапсырма. Лакмуспен глюкоза ерітіндісінің қышқылдық қасиетін тексеріңдер. Нәтижесінің оң немесе теріс екенін жазамыз. Бұл үшін тағы да назарымызды бейнероликке аударамыз, содан кейін нәтижесін жазатын боласыз. Вақыт кетті. Отыз секунд уақыт беріледі балалар. Келесі тапсырманы орындау үшін мынау қазір көретін тәжірибені мұқият қарап аламыз, сосын барып тапсырма беріледі.
Тапсырма 2. Берілген зат глицерин екенін тәжірибе жүзінде қалай дәлелдеуге болады? Жаңаға кесте көрген тәжірибемізді есімізге түсіре отырып, жауап беріп қараймыз. Тағы да 30 секунд уақыт беріледі. Үшінші тапсырма. Оқулықтан глюкозаның изомері фруктозамен танысып, формуласын жазып, формуласы бойынша қорытынды шығарасыз және химиялық қасиетін сипаттайсыз. Сонымен балалар, біздер бүгін зертханалық жұмыста редукцияленетін және редукцияленбейтін қанттарды қалай анықтауға болатындығын және олардың тотықсыздандыра алатын қасиетін қалай тексеруге болатынын үйрендік. Үйге тапсырма. Бірінші, зертханалық жұмыс бойынша қорытынды шығару. Екінші, 23-24 беттегі сұрақтарға жауап беру. Бұл сұрақтар сол зертханалық жұмыстың ішінде тұр. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.